бүгін ашулымын. Неге біздің билік басында отырған адамдар, біздің президентіміз, жоғары білімді бірнеше диплом иелері элементарный нәрселерді қозғамайды? Логично тұрған нәрселерді неге қозғап айтпайды? Жалақы көтерілмейді, бірақ продукты көтеріледі, пәтер ақысы көтеріледі, коммуналка көтеріледі, бәрі көтеріліп жатыр, бірақ жалақы көтерілмейді. Қазіргі таңда кем дегенде жалақы, ең төменгі жалақы мөлшері 500 мың, 600 мың болуы керек. Сіздер ойлансаңыздаршы, сіздер 100 мың, 200 мың теңгеге өмір сүре аласыздар ма? Бір ай өмір сүре аласыздар ма? Сіздердің бір жерге барып тамақтануларыңызбен кетеді ғой 200 мың теңге. Неге ойланбайсыздар? Қазір байлықтың бәрі қайда жатыр? Байлықтың бәрі тендерде жатыр. Жылжымайтын мүлікте. Бірақ баспанасыз жүрген қазақтар қаншама? Пәтер алу проблема. Ажырасып жалғыз қалған аналар бар. Өте нашар условияда өмір сүріп жатыр. Менің жаным ашиды, сіздердің неге жандарыңыз ашымайды? Сол жаңағы салынып жатыр, үйлер салынып жатыр. Бірақ екінің бірінің қолына тиіп жетіп жатқан жоқ. Өйткені оны сол жан-жағындағы адамдар ғана алып қойып, жалға пәтерге беріп жатыр. Оны ашып, зерттеудің қажеті жоқ, ол көрініп тұрған нәрсе. Байлықтың бәрі қазір жылжымайтын мүлікте. Мен сіздерді бір ақыретті ойлаңыздар. Мен сезімге беріліп кеттім, кешірім сұраймын. Мен дін мен саясатты араластырғым келмейді, бірақ ешқандай дүниені алып кете алмайсыздар. Естеріңізде болсын.